Баршаңызға қайырлы күн, Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Ал мен бүгін өте дәмді шоколадты сметаник дайындадым. Сіздерге де ауызашарға жасауға кеңес етемін. Ал ендеше кеттік. Алдымен тестасын дайындаймыз. Бөлме температурасында еріген осындай сары майымызға қантымызды және де бір жұмыртқамызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне весімен өлшенген ұнымызды және де қопсытқышымызды салатын боламыз. Міндетті түрде весімен өлшеп салыңыздар, сол кезде тестаңызда идеальны болып шығады және де жасаған пирогтарыңыз әрдайым ойдағыдай идеальны болып шығатын болады. Формамызды майлаймыз. Бұл жерде форма менде 24 см, 26 см-ге де жасасаңыз болады. Тестамызды жайғастырып, кремін дайындауға кірісеміз. Алдымен қаймағымызға қантымызды және де ерітілген шоколадымызды, одан кейін кукурузный крахмал, қалауыңыз бойынша ванильный сахар немесе кішкене ванилинді және де бір қасық какаоны қосуды ұмытып кетпеңіздер. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне 3 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып, бір келкі етіп дайындап аламыз. Негізі венчикпен бұл жерде араластыру қиындау болады. Сол себепті мен миксермен араластырып алдым тез-тез. Сол кезде менде бір келкі масса пайда болды. Қызып тұрған пеште алдын ала 180 градуста 30-35 минутта пісетін болады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады. Алғашқы жасаған адамның қолынан да келетін болады. Жан-жағын осылай дайындап жібереміз әдемілеп бортиктарын. Ал менің каналымда бұдан да басқа керемет рецепттердің түрлері бар. Ауызашарға жасасаңыздар болады, ас болсын.